Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Аман есенсіздер ме? Қытай тілін үйренетін біздің кезекті сабағымызға қош келдіңіздер. Алдыңғы екі сабақта біз Қытай тілінің әліппесін, әріптерді және келесі сабақта тондарды үйренген болатынбыз. Бүгін соларды біріктіріп, Қытай тілінің жалпы иероглифтардың дыбыстары қалай құрылатынын үйренетін боламыз. Яғни пиннинді үйренеміз. Кеттік ендеше сабағымызды бастайық. Жалпы дыбыстың құралуы Қытай тілінде пиннин деп айтылады. Пин деген құрастыру, ин деген дыбыс деген сөз. Енді бұл жерде Қытай тілі бізде иероглифтік тіл, білесіздер иә, біз үйреніп жүрген. Ол жерде мысалы біз ең жақсы білетін ни хау деген сөз алайық. Ни хау деген сәлем деген сөз. Ни хау бір иероглиф, ол бір буынды білдіреді. Мысалы менің атым Алмасбек қой, ол үш буыннан тұрады. Буын деген сол Алмасбек, яғни дыбыстың бір рет шығуы ол бір буын. Мына жерде иероглифтар сондай, яғни бір иероглиф бір буынды білдіреді. Ни хау. Енді осы жерде олардың нелері, әріптері қалай құрылатынын қарайық. Ни деген ол дауыссыз дыбыс пен дауысты дыбыс бірігіп құрастырылып тұр. Яғни н оның дауыссыз дыбысы, и дауысты дыбысы. Ал тонына келетін болса, ол үшінші тон болады екен. Сонда ни болады. Ни. Ал екіншісі хау. Х деген дауыссыз дыбыс, ау деген дауысты дыбыс. Олардың тондары үшінші тон хау. Ни хау деген өстіп біріктіріп бір сөз шығарып тұр деген сөз. Мысалы астыңғы жақтағын оқып көрейік. Ни хау, о ши лау ши. Сәлем, мен мұғаліммін. Мінекей дыбыстар осылай құралады. Дауыссыз дыбыс, дауысты дыбыс деген сияқты. Бірақ дыбыстың құралу формуласы тек мұндай бір түрі ғана емес, оның бірнеше нұсқасы бар. Қазір сіздерге сонымен бірге таныстыратын боламын. Жалпы дыбыстың құралу түрлері төрт түрі бар. Бірінші нұсқа ол тек қана дауысты дыбыстан тұратын әріп, яғни бір дауысты дыбыс болады. Екіншісі ол дауыссыз дыбыс, жанына дауысты дыбыстың әрпі тұрады. Үшіншісі дауыссыз дыбыс и екі рет дауысты дыбыс тұратын нұсқа. Және соңғысы бүтін дыбыстар. Осыларға кезек-кезек тоқталып өтейік. Алдымен тек қана бір дауысты дыбыстан тұратын дыбыстың құралулары. Мысалы, мына сөз жеке өзі а деп оқылады бірінші тонмен. Екіншісі төртінші тон. Бұл сөз аш, яғни қарның ашпын деген сияқты мағынаны білдіреді. Одан кейін әй төртінші тонмен. Бұл әй деген махаббат деген сөз. О әй ни дегендегі. Эй, ау, оу, ар, ән, үн, аң деген сияқты осылай тек қана дауысты дыбыстың өзінен құралатын дыбыс түрлері болады. Мыналар әшейін мысалдар, мынау сияқты сөздер әлі өте көп. Главный осыларды оқып үйреніп алсаңдар, алдағы уақытта сондай сөздермен таныстырған кезде бірден түсініп отырасыздар. Бұл чтоб тек қана дауысты дыбыстан құралып тұрған. Бұл бірінші түрі. Тек қана дауысты дыбыстан тұратындар, иә. Главный тондарын дұрыс айтсақ, болды, сөзді біз дұрыс айта аламыз. Енді екінші түрі ол дауыссыз дыбыс жанына дауысты дыбыстың қосылуы. Яғни бір дауыссыз, бір дауысты дыбыстан құралады. Мысалы, дауыссыз дыбыс и плюс бірлік дауысты дыбыстарды қарайық. Ба, дауыссыз дыбысы б, дауысты дыбысы а. Ба, бұл 8 деген санды білдіреді. Сосын о деген сөз. О, дауыссыз дыбысы у, дауысты дыбысы о деген мен деген сөзді білдіреді. Одан кейін г мен бірігетін болса, сонда г болып оқылады. Г бұл штук, дана деген мағынаны білдіреді. Одан кейін ни, н, сосын и, бұл сен деген сөз. Сосын ду, д, сосын у, екінші тонмен ду, оқу деген сөз. Одан кейін л деген дауыссыз дыбыс, үй деген дауысты дыбыс, иә, төртінші тонмен. Лүй, бұл жасыл деген сөз. Келесі дауыссыз дыбыс, екілік дауысты дыбыстар. Цай, ц деген дауыссыз дыбыс, әй деген дауысты дыбыс, иә, төртінші тонмен. Цай, бұл көкөніс деген сөз. Гей, г, эй, гей, беру, үшінші тон. Сосын шуй, ш дауыссыз дыбыс, вей дауысты дыбыс, шуй, бұл су деген сөз, үшінші тонмен. Сосын хау,
х, ау, хау. Бұл жақсы деген сөз үшінші тонмен. Сосын г деген дауыссыз дыбыс, оу деген дауысты дыбыс үшінші тонмен go. Бұл ит деген мағынаны білдіреді. Сосын дю, д деген дауыссыз дыбыс, ю деген дауысты дыбыс бірінші тонмен дю болады. Бұл жоғалту деген сөз. Сосын те, т дауыссыз дыбыс, е дауысты дыбыс, те, темір болады. Сосын ше, ше деген мына жерде екі түрлі оқылуы бар, яғни әртүрлі оқылуы бар дыбыс болып табылады. Ондай әріптерді алдағы уақытта үйренеміз әлі. Ше, бұл қан деген сөз. Байқасаңыздар, мына жерде негізі еден кейін ue деген дыбыс болу керек еді ғой. Бірақ ue деген дыбыс жазылатын кезде мынау үй деген әріп егерде мынау ji, чи, ши осы үшеуінен кейін келетін болса, екі нүктесін жазбай ақ қойсақ болады. Яғни просто у ретінде жаза берсек болады. Сондықтан мына жерде ол ue болып оқылады. Но алдында жіңішке ши дыбысы тұрғандықтан бәрібір точкаларын жазбай ақ қойсақ та болады. Сонда бұл шue болып оқылады. Бұл қан деген сөз, адамның қаны. Одан кейін хан, хан, х деген дауыссыз дыбыс, ән деген дауысты дыбыс төртінші тон. хан, бұл Қытайдың ұлтының аты. Ханзу, Қытай ұлты деген сияқты. Одан кейін дж дауыссыз дыбыс, н дауысты дыбыс, джин, бірінші тонмен джин, бұл шын, рас деген сөз. Одан кейін пин, пин, п дауыссыз, ин дауысты дыбыс. Пин құрастыру, бағана пинин дегенді өттік қой, сол нәрсе. Гуін, гуін, г деген дауыссыз, өн деген дауысты үшінші тонмен гуін. Бұл жоғал деген сөз, жоғалу немесе домалауды да білдіреді. Жүн, ж, сосын үйін, мына жерде үйін дыбысы тұру керек, бағана айтқандай, бірақ жи дауыссыз дыбыс тұрғандықтан екі точкасын жазбай ақ қойсақ та болады. Үйін алдына ж қосылса жүн болады. Жүн, бұл әскер деген сөз бірінші тонмен. Енді ары қарай үштік дауысты дыбыстар, үш әріптен құралатын. Біріншісі паң, п дауыссыз, аң дауысты төртінші тонмен, паң, бұл толық семіз деген сөз. Одан кейін дың, д дауыссыз, ың дауысты үшінші тонмен, дың, бұл күту, тосу деген сөз біреуді. Сосын тиң, тиң, т дауыссыз, иң дауысты бірінші тон, тиң, тыңдау деген сөз. Сосын тоң, д деген дауыссыз, оң деген дауысты, тоң, төртінші тонмен, бұл қозғалу деген мағынаны білдіреді. Мінекей достар, екінші нұсқасы осындай. Бір дауыссыз қасына дауысты дыбыстың қосылады. Үшінші нұсқа ол бір дауыссыз екі дауысты дыбыстан құралатын дыбыстар. Мысалы, дуо, пиндодо деген приложение білесіздер ғой, сол жердегі дуо деген сөз. Д дауыссыз дыбыс, одан кейін екі дауысты бар, у және о. Бұл дуо болып оқылады. Дуо, бұл көп деген мағынаны білдіреді. Одан кейін ш дауыссыз, у, а дауысты, шуа, 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 бұл щетка деген сөз. Сосын чуән, чуән, ч дауыссыз, у мен ән дауысты, чуән болады. Сонда бұл жұдырық деген сөз. Сосын гуән, гуән, г дауыссыз, у мен ән дауысты, гуән болып оқылады. Бірінші тонмен. Бұл жабу деген сөз бір нәрсені. Сосын куай, к, у, әй, куай, бұл тез деген сөз. Соңғысы ч дауыссыз, у мен аң дауысты, чуаң болады. Екінші тонмен чуаң, бұл төсек деген мағынаны білдіреді. Енді келесі и әріпімен жазылатындар. Тоже осындай екі дауысты. Алдымен дауыссыз әріпі кетеді, ч, сосын дауысты и мен ән, екінші тонмен чиен болып оқылады. Чиен, бұл ақша деген сөз. Одан кейін тиен, т, и, ән, тиен, аспан деген сөз. ш, и, а, төртінші тонмен ша болады. Ша, бұл төмен немесе түсу немесе астыңғы жақ деген мағынаны білдіреді. Одан кейін жа, ж дауыссыз, и мен а дауысты, жа, жа, бұл отбасы, үй деген мағынаны білдіреді. Одан кейін
ляң, ляң, л дауыссыз, и мен аң дауысты, лияң болады. Бұл салқын деген сөз екінші тонмен айтылса. Сосын жияң, жияң деген мағына бар. Ж дауыссыз, и мен аң дауысты, жияң. Бұл айту деген сөз бір мағынаны, яғни айтып беру деген сияқтыға келеді. Сосын шоң деген бар. Ши дауысты, то есть ши дауыссыз, и мен оң дауысты, шоң екінші тонмен. Бұл аю деген сөз. Соңғысы чоң, чи дауыссыз, и мен оң дауысты, чоң. Бұл кедей деген мағынаны білдіреді. Байқасаңыздар, екі дауысты дыбыс деп айтқанда, біріншісі либо у-мен келеді, немесе и-мен келеді. Осы екеуі ғана ғой. Ал басқаларында көбінесе бағана алдында айтқандай бір дауыссыз, бір дауысты болып келіп жатады. Тек мынау екі әріп қосылса, ол кезде осы нұсқаға келеді. Я видеоны осы жерден қайталап көріп бір қарасаңыздар болады. Келесі, соңғысы ол бүтін дыбыстар. Бұл бүтін дыбыстар деген кәдімгі Қытай тілінде бекітілген дыбыстар. Яғни бұлар дыбыстың бағанағы біз айтқан құралу заңдарына бағынбайды. Өзі бөлек бір формамен оқыла береді. Бұларды жаттап алу керек просто. Олар бізде 16. Ж. Байқасаңыздар, Ж деген дауыссыз дыбыс, И деген дауыссыз дыбыспен бірігіп тұр, бірақ бұны Ж деп оқымаймыз біз. Бұл Ж деп оқылып кетеді просто. Ж. Дәл сол сияқты. Ч, Ч, Ш, Ш, Р, Р, З, З, Ц, Ц, С. Байқасаңыздар, Ж, Ч, Ш, Р, З, Ц, С. Осы жеті дауыссыз дыбыстың артынан И келетін болса, ол И болып оқылмайды, болып оқылады более. Ж, Ч, Ш, Р, З, Ц, С деген сияқты. Мысалы, мына жерде тондармен оқып көрейік. Ж бірінші тонмен, бұл білу деген сөз. Ч бұл жеу деген сөз. Ш екінші тонмен. Ш бұл 10 деген санды білдіреді. Сосын Р бұл төртінші тонмен күн деген мағынаны білдіреді. Аспанда тұратын күн. Сосын Ц төртінші тонмен. Бұл бір сөз, яғни иероглиф деген мағынаны білдіреді. Одан кейін Ц бұл рет деген сөз. Бір рет, екі рет, арцы деген сияқты. Одан кейін С төртінші тонмен. Бұл 4 деген санды білдіреді. С деген. Мінекей осы жерге дейін заңдылықтар осындай. Енді ары қарай келесі мынау у деген жерден бастап, мына жерден бастап соңына дейінгі дыбыс, олардың айырмашылығы мына жерде. Бұл дыбыстардың барлығы дауысты дыбыстардың списігінде бар. Бірақ ол иероглифтің төбесіне пенин болып, дыбыстың құралы болып жазылатын кезде, ол дауыссыз дыбыспен қатар тұру керек болғандықтан қастарына біріктіріп қойған. Яғни, мынау екі у біріккен кезде, дауыссыз у мен дауысты у біріккен кезде, по-любому ол у деп оқыла береді. У. Мынау да дәл сондай. Екі и бірігіп тұр, дауыссыз и, дауысты и. И болып оқыла береді. Одан кейін үй. Мына жердегі дауыссыз и мен дауысты удың бірігуі, ол дауысты дыбысындағы мынау үй деген дыбысты береді. Бірақ біз иероглифтің төбесіне мынау үйдің өзін просто қоя сала алмаймыз. Ол былай мына дыбыстың құралуындағы мына түрмен шығып тұру керек. Сол үшін бұны үй деп оқимыз. Үй. Одан кейін мынау дыбысы тоже самый. Ол бізде дауысты дыбыстағы дыбысының ішінде бар, бірақ дәл жаңағы сияқты мынау ені өзін әшейін сөздің дыбысы қоя алмағандықтан осындай бүтін дыбыс шығарылған бөлек. Одан кейін бұл да дәл дауысты дыбыстағы дыбысын береді, дәл солай оқылады, бірақ жеке өзі осындай бір оқылу жолмен бар. Одан кейін юан. Мынадан ары қарай уже юан бұл бағанағы үшінші формаға келіп тұр. И деген дауыссыз дыбыс, у мен ән деген дауысты дыбыс. Юан деген сияқты. Одан кейін ин. Бұл дауысты дыбыстың ішіндегі ин деген дыбысты бере алады. Ин, бірақ жеке өзі бөлек осылай дыбыс болып тұру керек, тоже самый. Одан кейін үйн. Бұл да осы үйн деген дыбысты береді, бірақ жеке бір әріптің үстінде өзі осылай бөлек дыбыс болып тұру керек.
Сосын соңғысы ing. Бұл да әшейін мынау ing деген дыбысты білдіреді, бірақ алдына y-ды қосуымыз керек дауыссыз дыбыс ретінде, оны бөлек бір дыбыс қылып шығару үшін. Енді астындағы мынау сөздердің мағынасын көрейік. У бұл қытайша 5 деген сөз үшінші тонмен. Одан кейін и бұл 1 деген сөз қытайша. Одан кейін үй жаңбыр деген сөз. Келесі төртінші тонмен е бұл жапырақ деген сөз. Келесі юе төртінші тонмен. Бұл ай деген сөз. Келесі юан бұл дөңгелек, домалақ деген сөз екінші тонмен. Келесі ин бұл қытайша дыбыс деген сөз. Бағана пин ин деп айттық қой, дыбыстың құралуы. Ин деген осы. Одан кейін үн екінші тонмен. Бұл бұлт деген сөз. Соңғысы ing екінші тонмен. Бұл қытайша жеңу, ұту деген мағынаны білдіреді, достар. Мінекей осындай 4 түрі бар. Бұлардың барлығын видеоны қайталап көріп, бір оқып айтып шығыңыздар. Осыларды білсеңіздер болды. Кез келген иероглифтің төбесіндегі берілген пининнің, яғни әріптерін уже смело оқи аласыздар. Кеттік, келесі бір жаттығулар жасап жіберейік. Өзіміз бірге оқып. Өзіңіз бір оқып көріңіз. Сосын мен оқимын. И сол қайталап өзіңіздің дұрыс емес жеріңізді түзеп көріңіз, я? Бастайық. Шаң зуо тондарына мән берейік. Яу доу шей бао ли ге xuan xiang ye吹写打争射帅穷拆溜走回饭闲Енді осы жерден видеоны стопқа қойып, өзіңіз бір рет қайттан дұрыстап оқып көріңіз. Жақсы достар, осымен сабағымыз аяқталды. YouTube каналға міндетті түрде тіркеліп кетіңіз, видеоға лайк басыңыз. Сонымен қатар Instagram мен Telegram каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Ол жақта да пайдалы ақпараттар салынып отыратын болады. Жақсы, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.